Қазақстаннан тағы бір алтын адам табылды деген хабар археология қазбаларына бейжай қарай алмайтын кез келген ғалымды елең еткізгені анық. Шығыста жатқан Зайсан ауданының Шілікті даласындағы 200-ге тарта сақ қорғандарының құпиясын ашуға тарихшылар көптен ұмтылып келеді. Мәселен, ол ескерткіштердің 1910 жылдардың шамасында семейлік гидротехник Болки алғашқы болып зерттесе, сол ғасырдың 40-70 жылдар аралығында профессор Черников жұмыс істеген. Ал қазақ тарихшылары зерттей басталғанына 4 жылдан асты. Шығыстағы Берел қорынан жақсы сақталған жылқы қаңқалары, 2 адамның мүрдесі табылғаннан кейін елді елең еткізген Шіліктідегі Бәйгетөбе атты обадан шыққан алтын киімді билеушінің сүйегі болды. Шілікті алтын адамы Қазақстан жерінен табылып отырған 3-ші алтын адам. Мынау Бәйгетөбе деп аталатын бір обаны біз қаздық 2003 жылы, 2004 жылы. Бәйгетөбе деген оба биіктігі 8 метрге жуық. Дәлірек айтқанда 7 метр 90 сантиметр. Диаметрі 100 метрдей. Топырақтан үйілген оба екен. Шіліктіден табылған адамды біз алтын адам деп жүргеніміз, бұл алтын киімге оранып қойылған адам мағынасындағы сөз. Бүкіл сүйек дене бітімі толық зерттелді. Жасы 35-37-лердің арасында деген болжам бар. Сол 40-ның маңайында. Бойы 1,79-78. Сол заман үшін бұл өте бойы сұңғақ болған адам. Соның кейін дене сүйектер ірі екен. Және де бір ерекшелігі, ана Берелден табылған адамның да, анау Қаралтөбеден, Есіктен табылған адамның да сүйектерінде көбінесе жаңағы мертіккен, сынған, емес оқ тиген, сондай бір жағдайлар кездеседі. Ал мына кісінің сүйегі тап-таза, ешқандай жаңағы денесіне бір ақау түспеген. Бұл патша, бұл соғысқа қатыспайды, бұл саясаткер, бұл елдің басшысы, сондай енді тұлғалы адам болған. Шіліктіден табылған алтын адамның жанынан алтын әшекей бұйымдар табылды. Ал ол әшекей бұйымдар асқан шеберлікпен жасалған. Арқар, самұрық, бұғы, 5 жұлдыз түріндегі әшекейлер саф алтыннан құйылған. Оның ішіндегі ең ірісі арқар. Ал 5 жұлдыз ғалымдардың айтуынша сақ тарихында бұрын-соңды болмаған әшекей. Бұл әшекей бұйымдар киімге тағылған. Әр әшекейдің артында ілмек бар. Бір қызығы, тарыдай сақ моншақ ерекше әдіспен қойылған. Ол моншақтың ерекшелігі бір-біріне дәнекерленген. Ал қазіргі таңда бұндай моншақты жасау мүмкін емес. Себебі онда технология әлі ойлап шығарылған жоқ. Мынау алтын арқар сонымен түйіліп жасалған, өте салмақты. Арқардың тұмсығына, көзіне, тұяғына, құлағына көк ақықтасқан көз салады. Бұл енді жаңағы алтынды әшекейді тіпті керемет әсерлетіп көрсетеді. Осы күнге дейін сол жаңағы көк тас көздер сақталған екен. 5 жұлдыздың жалпы негізі тіні алтын, содан кейін бет жағына көк лазурит тастан кәдімгі жұлдызша орнатқан. Жұлдызшаның айналасына алтыннан су жүргізген, жіпсе жүргізген. Сонымен қатар ұсақ бидайдай, мынау кукурузадай, жүгерідей, немесе тарыдай алтын ұсақ заттар шықты. Бұлар енді әсіресе мынау тарыдай ұсақ алтындар, былай қарасаңыз, жай көзімен қарасаңыз, әшейін тарыдай ғана сап-сары домалақ бірдеңке. Ал енді асыл әйнекпен қарасаңыз, мынандай домалақ қалпақ, соның астына түймелік
орнатылған дәнекермен. Бұл некропайка болғандығын көрсетеді сақтарда. Ал енді некропайка дегеніміз сақ заманында бұл енді өнердің ең бір керемет шарықтаған өте бір нәзік түрі. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Кемел Ақышевтың Есік Қорғанның Сақ ханзасының мүрдесін табуы тарих ғылымын дүр сілкіндірген. Алтын адам қазір де қазақ тәуелсіздігінің символына айналды. Өкінішке орай, ол кезде антропологиялық кескіндеме жасау мүмкін болмап еді. Ал шіліктіде табылған алтын адам кескін келбетін қайта қалпына келтіруге болады. Ол жұмыс толығымен жүзеге асса, 3000 жылға жуық бұрын өмір сүрген көшпенділердің қандай болған көзбен көруге мүмкіндік туады. Шіліктіден табылған алтын адамның беті сүйегі бақайшығынан бастап бүкіл бас сүйегіне дейін толық қалды. Біз оның бәрін жинап алдық. Оны арнайы осында біздің Қазақстандағы мықты антропологиялық мектептің бастаушысы, негізін салушы академик Оразақ Исмағұлұлы, Айнагүл Оразаққызы Исмағұлова осы кісі екеуі зерттеп, бас сүйегіндегі кейбір сынған, кейбір кеткен кемістіктерін бәрін қалпына келтіріп, содан кейін Мәскеудегі Герасимовтың лабораториясына қалпына келтіруге жібердік. Оның бас сүйектің қалпына келтірілген алғашқы бір вариантын бізге интернеттен жіберді. Бұл менде бар ол. Бірақ бұл әлі оның антуражы, яғни сақал, мұрт, мынау шаш, прическаларын бәрін толық жасаңыздар, содан кейін біз әлі толық дәлдікпен басының бет-әлпетін күйсісін жасап жібереміз деді. Енді мен ойлаймын, ол материалды біз осы бір-екі айдың толық аламыз. Бірақ жалпы антропологиялық бет-әлпетінде 85% европоид. Шашы терең, көзі көкшіл, мұрны қоңқақ, осындай түр әлпет 15%-дай 20%-ға жақын сол монголоидтық түр әлпеттің белгісі бар. Бұл жалпы сол мына сақтардың ерте кезеңіне тән антропологиялық түр әлпеттің жалпы несіне дәл келеді. Мен ойлаймын, осы антропологиялық кескіндемесінің түр әлпетін қалпына келтірген мен тоқтамаймыз. Мынау немістің Германиядағы Гейдельберг университетінде де қалпына келтіретін лаборатория бар, соған да жібермекші. Көні қапысыз болу керек. Бұл алтын адам, менің ойымша, алтын адам ол сирек табылады. Бұл алтын адам біздің есіктен шыққан алтын адам сияқты сақ заманындағы біздің жеріміздегі мәдениеттің бір үлгісіне, түбі брендіне айналады деп ойлаймын. Көк түріктің бесігі болып келе жатқан Өр Алтай мен Қарт Каспийдің аралығында созылып жатқан ағылып дала, оған дейінде ата-бабамыздың атамекені болғаны қазіргі қазба жұмыстары көрсетіп отыр. Қазақ даласының қойнауы алтын әріптермен жазылған кітап сынды. Әр бетін ашқан сайын адамзат баласы таңдай қағып тамсанады.